Сізге болмайды ғой. Нені? Йогурт семіріп кетесіз ғой. Мен жеңде отқан жоқ, мына сұрау өтіп кеткен саған айтайын деген. Не? Болмайды. Семіріп кетесіз. Жан. Сізге тәтті болмайды ғой, семіріп кетесіз ғой. Қай қолында? Мына қолыңызда. Бақтың саған бұна. Мен оны естеймін, мен алма жеймін. Танчо, екеуміздің романтический ужинымыз болмауы біраз болды. Мен сені кафеге шақырам. Шашлык, бешбармақ, манты, плов, лағман, тәттілер, шоколад, мороженое, бәріне заказ етіп қойдым. кеттік кешкі асқа. Сізде диета. Бірақ бір күнде семіріп кетпес қой. Мен вообще семірмеймін. Танчо, мен табиғатынан осындай кішкене семізбін. Мамаға мынандай бір сыйлық алдық. Королева моя деген жазу бар. Соны қазір мамаға сыйлаймыз. Кеттік. Мама, көзін жұм. Көзін жұм. Жұмбайын. Жұмсаңызшы, подарок беремін. Қоши. Қыза? Қай қолында? Қай қолында? Yogurt Name компаниясы ұсынған. Мында кішігірім сыйлық сізге. Мында білезік. Ана, не деп жазылып тұр? Оя, бұл королева моя. Енді арып көрді ме? Именной міне мамаға. Осылай ма? Жазылған жаны. А? Міне. Міне мамаға. Ой, Мама, қойын. 25 мың. Коридорға кілем алайықшы. Бар ғой кілем коридорда? Жоқ қой. Аламыз. Мен Кейін уже аламыз. көріп қойдым интернеттен. Астанада күшті кілем сататын жер бар екен. Барамыз, көреміз сол кезде. Аламыз ғой. Мен уже таңдап қойдым. Таңдап қойсаң, енді ақша болсын, келесі апта барып аламыз. Мен уже заказ беріп қойдым. Ой. Шпаз ішінде адам жатса. Орал. Әдемі әңгімесі жоқ, мықты екен. Бұның менде төлейтін нарежки жоқ қой, карточка ғой. Бізде кассаға апарып тұрайық. Карточканы да қабылдай береміз. Байда төлеуге бола ма? Кілем керек болса, хабарласыңыздар. Жан, көп рахмет. Сөйлемеші, жат енді осы кілемді өзің. Кездесіп отырып әңгіме айтайық деп келген едік қой. Ештеңелермен құрыладым. Қазіргі қыздар қауымына не айтасыз, Нұрболхан мырза? Шаршатты ма? Сөз таластырып жібермей ма өздерінкін? Өздерінкін ғана дұрыс қыла ма? Құндамайды ғой. Мысалы, Нұрболханның айтып атқан 200 теңгелік қыздар деген қандай ол? Ой-бой-оу. Бірақ мына 300 теңге. Сенің кейін болашақ әйелің қандай болған дұрыс деп ойлайсың? Примерно қызы бар сияқты айтуға қорқып отыр. Таңертең мен бір жігіттер суға барады. О-о, суға барады. О-о, суды алады. Астанада краннан су ішілмейді. Су керек болса сатып алып ішсін дейді. Айтыңыз, Елорда Астанамыз, қашан сіздерде су болады? Астанада общем су деген нәрсені өстіп баклажкамен жинап қояды екен. Анау су ішілмейді. Еще жуынған кезде нандай жара болып кетеді. Фу саған Астана. Бірақ осында көшіп келдік. Шыдаймыз ба? Шыдаймыз ғой, шыдаймыз. Атан. Десе. Не болды? Астанадан әңгіме ұқсап.